Кітап рухани сарқылмас қазына, кітапхана білім мен ғылым ордасы. Бұл дамуға, ойлануға, әрине көп нәрсе білуге болатын жер. Кітапхана ғылым отаны. Өзінің биік таза рухани қасиетімен кітап мәдениет пен руханиятты қорғауда теңдесі жоқ қару болып табылады. Кітап адамзат баласына ағарту һәм білім сыйлайды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мектеп кітапханасы заманауи талапқа сай жабдықталған. Жалпы кітапхананың көлемі 140 метр квадрат. Оқу залы 1. Отырғызу орны 32. Жалпы кітапхананың қоры 21 мың дананы құрайды. Автоматтандыру бөлімі 2 компьютер интернет жүйесіне қосылған. Марксол программасы енгізілген. Интернет жүйесі арқылы кітап кезет, оқулық кезет сайттарын балалар емін еркін пайдалануда. Бөліммен тұрған кітаптар. Атап айтар болсақ, 1 бөлім ғылыми сөздіктер мен анықтамалар, энциклопедиялар. 2 бөлім қазақ-орыс тіліндегі көркем әдебиеттер. 3 бөлім әлемдік классикалық әдебиеттер. 4 бөлім поэзия әлемі. Буккроссинг бұрышы. Өзің оқыған кітапты өзгеге ұсын. Оқырман өзі оқыған кітабын осы жерде өзгеге ұсынады. Бір-бірімен кітап алмасады. Кәсіптік бағдар беру бұрышы. 9-11 сынып оқушыларына жақсы мамандық иесі болуына бағдар береміз. Акциядан түскен кітаптар. Мектеп кітапханасының көркем әдебиеттер қорын толықтыру мақсатында мектепке кітап сыйла акциясы ұйымдастырылған болатын. Акция барысында Саркемер мектеп гимназиясы ұстаздарының демеушілігімен мектеп кітапханасына 40 дана қазақ тілінде көркем әдебиеттері сыйға тартылды. Тұрақты кітап көрмелері. Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр қайрат керек деп айтқандай, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тұрақты көрмесінен бастағым келіп отыр. Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған көрме. Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс. 100 кітап аясында қазақ әдебиетінен ұсынылатын шығармалар. Әлемнің 100 үздік оқулығы жәдігерлер жалғасы ұрпаққа мұра атты рухани жаңғыру бағдарламасы аясында шет тілінен қазақ тіліне аударылған кітаптар. Қазіргі таңда 33 кітабы қазақ тіліне аударылған. Тақтайшада тұрған QR код арқылы шет тілінен қазақ тіліне аударылған әдебиетті камера арқылы суретке түсіреміз. 2 тілде мазмұны ашылады. 2020-2021 оқу жылында қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай мектеп кітапханасында көрме ұйымдастырылды.